Биыл 650 мың студент жасанды интеллектті игере бастайды. Жоғары оқу орындарының шәкірттері зияткерлік зерде игілігін қолдану тәсілдерін үйренбек. Білім және ғылым министрлігі осындай міндет қойып отыр. Жастар белсенді өндіріс және медицинада цифрлық технологияға негізделген жобаларды ұсынып отыр. Солардың бірі өскемендік студент Мұхаммед Төлегенов. Жас өнертапқыш смарт камералар арқылы зауыттағы жұмысты бақылайтын бағдарлама әзірледі. Өндіріс орындарында қауіпсіздік ережелері бұзылса, автоматты түрде кәсіпорынның басқару орталығына хабар түседі. Тағы бір ғылыми жобаны инженер бағдарламашы Давид Барзинец ойлап тапты. Оның жобасы науқастардың сынамаларын егжей-тегжейлі есептейді, сол арқылы аурудың клиникалық көрінісін жасайды. Медицинадағы бұл жаңалық Астананың беделді клиникаларында сынақтан өтіп жатыр. Астанадағы емханалар біздің жобаға қызығушылық танытып отыр. Біз денсаулық сақтауды ақпараттық қолдаудың мемлекеттік жүйесіне біріктіре отырып, бүкіл ел бойынша жүзеге асырамыз деп үміттенеміз.